Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын лаваш немесе донер деп аталатын фастфуд түрін әзірлейміз. Ендеше осындай сырты қытырлақ, іші сочный болып тұратын лавашты менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай алып, ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Содан соң бір үлкен пиязымызды тураймыз. Тапаға майымызды қыздырып, осы ет пен пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзын және бір ас қасық паприка салып жібердім. Барлығы жақсылап қуырылып, қызарып, әдем болып пісу керек. Шамамен 15 минуттай қуырғаннан кейін біздің етіміз тез пісіп қалады. Енді лавашты дайындаймыз. Дайын лаваш қамырының ішіне қуырылған етімізді және дәміне қарай майонез бен кетчупты қосып отырамыз. Осылай майдалап кубиктап туралған қызанақтан және тұздалған қиярдан қостым. Үстіне сырды үккіштен өткізіп және салат жапырақтарын қойып жібереміз. Енді лавашты орап, қызып тұрған баяу оттағы тапаға саламыз және екі жағы қызарғанша қойып аламыз. Міне осымен біздің қытырлақ, өте дәмді лаваштарымыз дайын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер және достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.